Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін өзімнің каналымда нағыз қазақша бургерлермен таныстырып, рецептін салатын боламын. Рецептім ұнап жатса, көңілдеріңізден толып жатса, маған реакцияларыңызды аямаңыздар. Подписка бөлімін басып, комментарий жазып, лайк жазып, мені қолдап кетіңіздер. Ал енді достар, бургерлардың жасалу жолына келетін болсақ, біздерге жылы су мен ең бірінші жылы сүт керек. Қанша мөлшерде екенін мен описанияда барлығын жазып кетем, мұқият қарап алыңыздар. Ең бірінші мен су мен сүтті жылы күйінде араластырып алдым да, үстіне 7 грамм дрожж салдым. Оның үстіне бір ас қасық қант салып, 5-10 минутқа мына дрожжымыз көбігі шыққанша, яғни көтерілгенше қойып қоямыз 10 минутқа. Бізде 10 минут уақытымыз өтті. Енді міне қараңыздар. Дрожжым егер көрініп тұрса, көпіріп, кішкене объемы үлкейді. Ал енді қалған қоспаларын саламыз. Ол үшін ең бірінші тағы да жаңағыдай бір қасық қант саламыз. Жақсылап араластырып, 40 мг сұйық май құямыз. Жақсылап араластырамыз. Қантты ерігенше. Жарты ас қасық тұз, немесе бір қасық толтырмай салуға болады. Және бір жұмыртқамызды жарып, саламызды тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, үстіне 550-600 грамм ұн саламыз. Жақсылап араластырып, 2-3 бөліп осылай видеодағыдай салып алыңыздар. Және де қамырымыз өте қолға жабысқақ болады, ол нормальны. Егер де жабысқақ болып жатса, тағы да ұн салмаңыздар. Өйткені біздің бургеріміз піскен кезде қатты болып кетеді. Осылай мына қолға жабысып, тесті пайда болады осындай. Қайта осы тесті осылай пайда болғаннан кейін, бір 5-10 минуттай тағы да қолыңызбен осылай араластырып, наныңызды осылай баса беріңіз. Сонда қамыр иленіп, кішкене жабысқақтығы азаяды. Міне мен 10 минутта илеп алдым. Қолыма жабысқақтығы басылып, оны ыдыстың жан-жағын барлығын мен майлап қоям. Және де қамырдың бетіне кішкене май жағып қоям осылай. Сұйық майды. Міне мен қамырымызды отлёшкіге жарты сағатқа қойып қойдым. Ал енді котлетіміздің фаршын дайындаймын. Ол үшін 400 грамм фаршқа тұзын, бұршын приправаларын, пиязын, сүтін құйып, жақсылап араластырып, қоймалжын тесті шығардым. Және бір жұмыртқа салдым. Егер де сіз қаласаңыз, чеснок салуға болады. Менде балаларым чеснок жақсы көрмейді. Сондықтан мен чеснок салмадым. Міне осылай жақсылап тұрып фаршымды дайындап алам, видеодағыдай.
Дайын болған фаршты сразу формалап домалақ гамбургердің көлеміндей қылып жасап дайындап қоямын, қамыр көтерілгенше. Қазір сосын қамыр дайын болған кезде пешке пісуге кеткенде гамбургерлеріміздің наны, ол уақытта мен котлетімді қорып алам. Міне осылай формалаймын, мұқият қарап алыңыздар. Негізі бұл фаршты кішкене жалпақ қылып, яғни гамбургердің көлемінен үлкен қылып сразу жасап қойға болады, өйткені мына котлетіміз піскен кезде өте кішірейіп қалады. Міне достар, менде 9 котлет шықты осындай. Мен алдын ала котлетімді дайындап қойдым. Котлет дайындап болғанша жарты сағатта өте кетті. Міне менің қамырымда көтерілді гамбургердің. Бургер дейді, гамбургер дейді. Қалауынша айта беруге болады. Міне жақсылап тұрып мен бір басып аламда, сразу бургердің домалақ нандарын жасаймын. Егер де қаласаңыз, сіз осылай бір басып, тағы да 10 минутқа қойып көтертіп, сосын барып гамбургердің нандарын жасауға болады. Ал мен бір басқаннан сразу 9 кішкентай гамбургер, домалақ гамбургерлер жасап, отлёшкаға қойып қойдым тағы да. Достар, осылай мен сияқты жақсылап бургерлеріңіздің қамырын бөлместен бұрын жақсылап қатты қылып басып алыңыз. Сол уақытта бургерларыңыз пышный болып, күшті болып көтеріледі. Міне мен қазір 9 бөлікке бөлем, және де сол бөлген 9 бөлігімді жақсылап тұрып басып, қысып домалақ бургерлер жасаймын. Достар, міндетті түрде противен үстіне пергамент қағазын төсейсіз, оның үстіне май жағасыз. Әйтпесе біздің бургерларымыз жабысып қалады. Және 10 минутқа міне отлёшкаға қоямыз. 10 минут отлёшкам менің өтті. Енді бетін әсемдейміз. Ол үшін жұмыртқаның сарысымен сүтті араластырып, бір қасық сүтті беттеріне жағып шығамыз бургердің.
күштілеп тұрып. Ол әдемі түс береді негізі. Міндетті түрде жағу керек бұны. Сосын үстіне егерде сізде кунжут, мак сияқты нелер болса, дәндер болса, соларды сеуіп қойыңыз. Немесе лен қолданады қазіргі кездерде. Міне осылай жақсылап барлығын жағып шықтым текстей. Енді достар, дайын болған бургерімізді 15-20 минутқа қызып тұрған 180 градус, 190 градус пешке пісіріп аламыз. Әр адамның пеші әр түрлі, сондықтан да қызарғанша пісіресіз. Кей жағдайда пешке ұзақ піседі, кейбіреулерінікі қызуы аз, сондықтан жай піседі, ал кейбіреуінікі қызуы қатты, олар тез пісуі мүмкін, сондықтан қарап қойыңыздар да қызарған уақытта суырып аласыз. Ал мен оған дейін котлеттарымды майға қуырып, міндетті түрде суға, буға, яғни бұқтырып алам 10-20 минут. Достар, менің котлетім да пісті. Бургердің ортасына жағатын соусты дайындап қойдым. Ал ең бастысы менің бургерлерім өте сондай әдемі болып, жұп-жұмсақ, үлпілдек, үлкен болып пісті. Тап осымен рецепт сияқты жасасаңыз, керемет 9 штук бургер шығады сіздің осы жасаған тестіңізден. Жұп-жұмсақ, қолға ұстағанда сондай прям сразу жеп қойғың келеді ғой, жасамайық. Ортасына ештеңе салмайық. Қараңыз, шыққандай керемет. Прям жұп-жұмсақ. Өте әдемі пісті. Ал енді бургеріміз кішкене суығаннан кейін ортасын осылай кесіп, до конца кеспеуге де болады. Мен сияқты осылай майонез бен кетчупты араластырып соус дайындадым. Оның үстіне жапырағын салып, одан соң котлетін салып, огурцын, помидорын салып, сырын салып, керемет тәтті қазақша бургер шығардым.
Ал достар, менің бургерлерім дайын. Егер де сізге рецепт ұнаса, жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Керемет болады, керемет болып шығады осы рецептпен жасасаңыз. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, маған реакция қалдырып, лайк басып, комментарий жазып, мені белгілеп кетсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді. Сау болыңыздар, келесі жүздескенше.